Саламатсыздар ма, оқушылар? Мен бүгін сіздерге металл өткізгіштің кедергісінің қандай шамаларға тәуелді болатындығы туралы түсіндіріп беретін боламын. Яғни мен алдымен қалыпты тұрақты температурада, мысалы бөлме температурасы дейік. Т бөлме температурасы 20 градус Цельсий кезінде. Мынандай эксперимент жасадым деп қарастырайық. Бұл жердегі бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші деп тұрғанымыз электр өткізгіш сымдары. Яғни электр өткізгіш сымдарын қосып, және оны амперметрге, вольтметрге қоса отырып, яғни амперметрдегі тоқ көп болды ма, аз болды ма? Яғни сынамалы түрде қоса отырып тексеріп көрем. Өздеріңіз көріп отырғандай, бірінші сым жіңішке сым. Яғни бұл мыс деп қарастырайық. Бірінші сым мыс сым, екінші сым мыс сым, үшінші сым қола болсын. Төртіншісі мыс, бесіншісі мыс. Яғни мынау ғана басқа. Яғни қола дей салайық. Алюминий. Алюминий болсын, мыналар мыс болсын. Бірақ сіздер көріп отырғандарыңыздай мына жерде мына 1 менен 2-нің ұзындығы бірдей, бірақ екінші қалыңдау сым. 1 менен 3-тің ұзындығы бірдей, бірақ материалы екі түрлі. 4 менен 5-тің материалы бірдей, бірақ ұзындықтары әртүрлі. Яғни 5-нің ұзындығы 4-ге қарағанда жартысындай деп алуға болады. Енді осы жағдайды қарастырып көретін болсам. Бірінші, мына екі жағдайдан тоқ өткізіп көрген кезде, бірінші екі жағдайда материалдары бірдей болды, бірақ қимабет аудандары әртүрлі. Яғни қимабет ауданы S2-нің қимабет ауданы үлкен болып тұр S1-ден. Ондай болатын болса, осыдан келіп шығатын қорытынды екінші өткізгіш сымнан өткен тоқ күші үлкен болады екен бірінші өткізгіштен өткен тоқ күшінен. Онда екінші өткізгіштің кедергісі кіші болады бірінші өткізгіштің кедергісінен деген сөз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Егерде өткізгіштің қимабет ауданы үлкейетін болса, онда өткізгіштің кедергісі азаяды екен. Демек, кедергі өткізгіштің қимабет ауданына кері пропорционал деген тұжырымдаманы сенімді түрде айта аламын. Енді келесі өткізгіштің материалына қалай дейік? Мысалы, әдетте мыс өткізгіш өте жақсы, тоқты өте жақсы өткізетін материалдардың бірі. Яғни, базарда қарап тұрсаңыздарда мыс өткізгіштер, металл проводтар, яғни алюминийге қарағанда қымбатырақ болады. Алюминий арзан. Себебі алюминий тоқты мысқа қарағанда жақсы өткізбейді. Тоқ мыс алюминийге қарағанда жақсы өткізеді. Демек, материалына байланысты мына тұрған купурум алюминийден, яғни мыс алюминийден жақсы тоқ өткізсе, оның жеке материалына байланысты екен. Осы олар жаңа кристалдық пішініне байланысты болады. Бұл металл кристалл ғой. Яғни осының бос электрондардың көп немесе аз болуына байланысты. Демек, алюминийдің құрамындағы бос электрондар саны мысқа қарағанда аз, мыста бос электрондардың саны көп. Сол себепті тоқты жақсы өткізеді. Сол бос электрондардың көп болуы осы ненің меншікті кедергісі дегенді туғызады. Көп немесе аз болуына байланысты меншікті кедергіні ρ деп белгілейміз. Демек, өткізгіштің кедергісі осы меншікті кедергіге тура пропорционал. Өткізгіштің меншікті кедергісі көп болған сайын, оның кедергісі де көп болады. Бұл екінші тұжырымдама. Енді үшінші жағдай. Екі бірдей, яғни меншікті кедергілер бірдей сымды қарастырамын, бірақ ұзындықтары әртүрлі. Осы екеуінен 4 пен 5-тен тоқ өткізіп көріп еді, ұзындығы көп болған сайын, кедергісі көп болды. Мысалы, үшінші жағдайда, міне, I4 кіші болды I5-тен. Ондай болатын болса, R4 үлкен болады R5-тен. Төртінші өткізгіштің кедергісі 5-ге қарағанда үлкен болады. Яғни ұзындығы артқан сайын кедергі артады, ұзындығы азайған сайын кедергі азаяды деп айтуға болады. Соныменен үшінші тұжырымдаманы айтар болсақ, осы екі тұжырымдамаға сүйене отырып, өткізгіштің кедергісі ұзындығына тура пропорционал. Сонымен жинақтайтын болсақ теңдікке. Өткізгіштің кедергісі
меншіктік кедергісі менен ұзындықтың көбейтіндісін қима бет ауданына бөлгенге тең. Кейбір оқушылар Ом заңына қарап, яғни R тең болады, U бөлінген I деңгейге қарайды дағы, R U менен I-ға тәуелді деп ойлайды. Ал шын мәнінде кедергі кернеу мен ток күшіне тәуелді емес. Яғни кедергі деп отырғанымыз өткізгіштің ұзындығына, меншікті кедергісіне және қима бет ауданына тәуелді болады екен. Меншікті кедергінің өлшем бірлігі, яғни Си жүйесіндегі өлшем бірлігі Ом көбейтілген метр. Өткізгіштің 1 метр ұзындығына сәйкес келетін кедергісін айтады. Ондай болса, оқушылар, мен сіздердің көкейлеріңізде жүрген мына сұраққа, яғни электр кедергі қандай шамаларға тәуелді деген сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.